Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде 18-ші дәріс. Дәрс вассамина ашара. 18-ші сабақ. Мына жақта диалог берілген. Бұл диалогта Мұхаммад бар, Закария бар, Ибрахим бар, көптеген адамдар бар, және яғни оқушы мен оқушылар, оқытушы мен оқушылар. Әл-Мударрису оқытушы, кейін мынау қалғандары оқушылар. Кәм ахан ләка я Мұхаммаду, ей Мұхаммед, сенде қанша бауырың бар? Ли ахун вахидун, менде бір бауырым бар. Ва кәм ухтан ләка, ал қанша қарындасың бар? Ли ухтани, менің екі қарындасым бар. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде екілік түрін өтіп жатырмыз, араб тілінде бөлек жекеше түрі бар, көпше түрі бар, сосын одан бөлек екілік түрі бар. Ли ухтани, менде екі қарындасым бар. Кам аджалатан лиддарраджати я хамиду, велосипедте қанша дөңгелек бар? Лаха аджалатани, ода екі дөңгелек бар. Велосипедте қанша дөңгелек бар, я хамид? Кам айдан фиссанати я Закария, бір жылда қанша мереке бар, ей Закария? Фиссанати айдани, бір жылда екі мереке бар. Хума айдул фитри, оны біздегі мына ораза айт, ва айдул атха, және құрбан айты. Я Ибрахиму, абука таджирун кабирун, кам сайяратан индаху. Ей Ибрахим, сенің әкең үлкен саудагер, ода қанша көлік бар? Ибрахим жауап береді: индаху сайяратани кабиратани ва сайяратани сагиратани. Ода екі үлкен көлік бар және екі кішкентай көлік бар. Кам нафизатан фи гурфатика я Исмаилу, сенің бөлмеңде қанша терезе бар, я Исмаил? Фиха нафизатани, онда екі терезе бар. Лиман хазани дафтарани, мына екі дәптер кімдікі? Хумали, ол екеуі менікі. Лиман хатани мистаратани, мына екі сызғыш кімдікі? Хумали, ол екеуі менікі. Бөлек екілік түрін өтіп жатырмыз. Тамарину, жаттығулар. Бірінші жаттығу. Әжиб анил әсилетил әтия мустамиланил мутанна. Екілік түрін пайдалана отырып, келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ, мына жақта өзіңіз жауап беріп отырыңыз, ойдан жауап берсеңіз де болады, кейін видеомен салыстырып отырасыз. Кәм қаламан индака, сенде қанша қалам бар? Міне екілік түрмен жауап береміз. Инди қаламани, менде екі қалам бар. Міне сөзге жай ғана қоламын жекеше түрі болатын болса, алиф пен ниді жалғайтын болсақ, касралы нун, екілік түрі болады. Қоламани, екі қалам. Инди қоламани, кам китабан индака, сенде қанша кітап бар? Инди китабани, менде екі кітап бар. Кам саббуратан фи фасликум, сендердің сыныптарында қанша тақта бар? Фи фаслина, біздің сыныпта саббуратан, екі тақта бар. Кам риялан индака ана я Лейла, сенде қазір қанша риал бар, ей Лейла? Инди ана, менде қазір риялани, екі риал бар. Кам ухтан лака я Алию, сенде қанша қарындасың бар? Қанша қарындас бар, я Али? Ли ухтани, менде екі қарындасың бар. Кам амман лаки я Аминату, сенде қанша көкең бар, я Амина? Ли аммани, менде екі көкем бар. Кам садиқын лака я Мухаммаду, сенде қанша досың бар, я Мухаммед? Ли садиқани, менде екі досым бар. Кам талибан жадидан фи фасликум, сендердің сыныптарында қанша жаңа оқушы бар, қанша жаңа студент бар? Фи фаслина талибани жадидани, біздің сыныпта екі жаңа оқушы бар. Кам масджидан фи қариятика я Закария, сенің ауылыңда қанша мешіт бар, ей Закария? Фи қариятина, біздің ауылда масджидани, екі мешіт бар. Кам фундуқан фи хада шари'i,
мына көшеде қанша қонақ үй бар. Фи хаза шари'i фундуқани. Онда мына көшеде екі қонақ үй бар. Кам ахун лака я Суаду. Сенде қанша бауырың бар, ей Суад? Кам ахун лака ли ахуани болады. Мына жақшада как раз осыны айтып кеткен еді. Ал аху бауыр, оның екілік түрі ахауани болады. Арасында вау әрпі қосылады. Келесі жаттығынан осылай жаттап алыңыздар. Бұны алдағы уақыттарда грамматиканы тереңдеп өткен кезде түсінесіздер, неліктен осылай екен. Енді екінші жаттығу иқра уактуб. Оқы және жаз. Бірінші сөйлем. Мынаны алдымен видеоны паузаға басып өзіңіз оқып аударып алыңыз, кейін жазыңыз. Содан кейін видеоны жалғастырып тексеріп отыруыңызға болады. Халидун лаху бнани ва бинтани. Халид ода екі ұлы және екі қызы бар. Фи хазал байти ғурфатани кабиратани. Мына үйде екі үлкен бөлме бар. Фатимату лаха тифлани сағирани. Фатима ода екі кішкентай баласы бар. Ли айнани ва удунани ва ядани ва риджлани. Менде екі көз бар, екі құлақ бар, екі қол бар және екі аяқ бар. Фи хазал хайи мадрасатани. Мына көшеде екі мектеп бар. Салатул фаджри рак'атани. Таң намазы екі ракат. Лил байти мифтахани. Үйде екі кілт бар. Үйдің ішінде емес, жалпы осы үйге арналған екі кілт бар. Лиман хатанил бақаратани. Мына екі сиыр кімдікі? Хума лил фаллахи. Ол екеуі фермердікі. Ахазани табибани мин Инкалтарра. Ла хума мин Франса. Мына екі дәрігер Англиядан ба? Жоқ, ол екеуі Франциядан. Фи қарияти масджидани сағирани. Менің ауылымда екі кішкентай мешіт бар. Келесі жаттығу. Иқраил амфилатал атия thuма да'a фил фарагhi фима яли тамйизан ли кам валбит ахираху. Келесі мысалдарды оқы және бос орынға, келесі келген бос орындарға, яғни мына жерлерге тамизді қойыңдар. Тамиз дегеніміз бұл айыру, ажырату деген мағынаны береді. Бұл грамматикалық термин, оны біз тереңірек алдағы уақыттарда грамматикадан өтеміз. Әзірше тамизді тамиз деген тамиз деп қалдырайық. Бұның харекеті тануин фатха. Және олың соңының харекетін қойып отыр дейді. Кам ухтан лака. Сенде қанша қарындасың бар мына? Камнан кейінгі сөз грамматикалық тұрғыда бұл тамиз болады. Оның харекеті тануин фатха. Кам қаламан индака. Сенде қанша қалам бар? Кам сайяратан фил джамиати. Университетте қанша көлік бар? Кам, мына жаққа енді өзіміз қоямыз, тамизді кез келген. Кам китабан индака. Сенде қанша кітап бар? Енді қараңыздар, мына жақта бір мән беретін кез бар. Индака және лака. Екеуінің айырмашылығы неде? Индака ақылсыз заттарға, лака ақылды есім сөздерге. Сол себептен аяқта біз кам китабан лака деп сұрамаймыз. Кам ахан лака десек болады. Сенде қанша бауырың бар? Кам фундуқан фи хаза шари'i. Мына көшеде қанша қонақ үй бар? Кам масджидан фи қариятика. Сенің ауылыңда қанша мешіт бар? Кам талибан фи фасликум. Сендердің сыныптарында қанша оқушы бар? Кам шахрон фи санати. Бір жылда қанша ай бар? Кам шахрон. Кам аджалатан лиддарраджати. Велосипедте қанша дөңгелек бар? Мына жақта фи ғурфатика.
Мысалға, кәм нафизатан деп сұрасақ болады. Фи ғурфатика, сенің бөлмеңде қанша терезе бар? Келесі жаттығу: хауилил мубтада'a фи кулли минал жумалил атия иля мусанна. Келесі келген барлық сөйлемдерді бастауышта екілік түрге айналдыр дейді. Мисалун, мысал: хаза китабун, бұл кітап. Хазани китабани, бұл екеуі кітап. Дәл осылай екілік түрге айналдырып шығамыз. Хазаны хазаниға. Хазани қаламани. Хаза қаламун, хазани қаламани. Хазихи мистаратун, хатани мистаратани. Хазихидің екілік түрі хатани болады. Хаза талибун, хазани талибани. Бірден оқып кете берем. Бұл екеуі оқушы. Хазихи талибатун, хатани талибатани. Бұл екеуі оқушы қыз. Хаза раджулу мударрисун, хазани раджулани мударрисани. Бұл екі кісі оқытушылар. Хаза талибу минал хинди, хазани талибани минал хинди. Бұл екі оқушы Үндістаннан. Хазихи саату минал ябани. Бұл сағат Жапониядан. Хатани саатани минал ябани. Бұл екі сағат Жапониядан. Хазихи сайярату лил мудири. Мына көлік директордікі. Хатани сайяратани лил мудири. Мына екі көлік директордікі. Лиман хазал мифтаху. Мына кілт кімдікі? Лиман хазанил мифтахани. Мына екі кілт кімдердікі? Лиман хазихил мил'ақату. Мына қасық кімдікі? Лиман хатанил мил'ақатани. Мына екі қасық кімдікі? Келесі жаттығу: иқраил калиматил атия вактубха ма'a добти авахириха. Келесі сөздерді оқы және оларды соңғы харекеттермен бірге жаз дейді. Калбани, екі ит. Мактабани, екі парта. Қамисани, екі көйлек. Ахавани, екі бауыр. Миндилани, екі қол орамал. Мистаратани, екі сызғыш. Ухтани, екі қарындас. Имраатани, екі әйел. Фанил калиматил атия. Келесі сөздерді екілік түрге айналдыр. Сайяратани, табибатани, валадани, луғатани, صديقان تاجران ملعقتان مدرسان بابان اسمان هذان هاتان. الكلمات الجديدة جانا سوزر كم قنشة. العيد ميريكي. العجلة دونجلك كوبشسة. عجلات. الحي بو كوارتل. أحياء كوبشسة. الريال ريال يا ريالات كوبشسة. الركعة ركعات ونكوبشسة ركعات. المسطرة сызғыш, масатиру сызғыштар. Осымен 18-ші дәріс аяқталды. Келесі 19-ші дәрісі кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.